тұңғыш елбасымыздың рухани жаңғыру мақаласы аясында еліміздегі білім ордаларындағы мектеп мұражайларын жандандыру қолға алынды. Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы рухани жаңғыру бағдарламасының жалғасы іспетті. Ұлы даланың жеті қыры, атқа міну мәдениеті, алтын адам, ұлы жібек жолы картиналары біздің көрмемізде орналасқан. Қазақ ұлттық киімдері, бұл картинада қазақ халқының ер мен әйелінің киімдері бейнеленген. Шапан, шалбар, камзол, ішік, кимешек, сәукеле киімдері бейнеленген. Қазақ жауынгерлерінің қару-жарақтары. Қазақ халқы басынан жаугершілік заманды көп кешірген. Сол жаугершілік заманда қазақ батырлары өздерін қорғаған, алдымызда тұрған қазақ батырларының басқыны бұйрыға жаудан қорғанатын қалқан. Алдымызда тұрған желтоқсан тәуелсіздік бастау стенді. Біздің мектебіміз Балқаш қаласы жалпы білім беретін 5-ші орта мектебі желтоқсан көшесінде орналасқан. Первые учителя деген стенд тұр. Яғни бұл стенд мектебіміздің алғашқы ұстаздары бейнеленген, ұстаздар жайлы мәліметтер жазылған. Мектеп мұражайымызда мектептің тарихы, мектеп мұражайына басшылық еткен директорлар, ұстаздардың қызметтері жайлы мәлімет беретін картиналар орналасқан. Жыл сайын мектебімізде жобалар, әртүрлі бағыттағы жобалар ұйымдастырылады. Сол жобаларды алдымызда жобалардың нәтижесін алдымызда көруге болады. 8 жылдығына орай мектеп ұстаздары мен оқушылар бірігіп жасаған мануалдарды көруге болады. Бұл мануалдар Балқаш қаласының спортшылары, Балқаш қаласының көшелері, Балқаш қаласының тарихы жайлы электронды нұсқадағы жазбалар бар. Тарихи өлкетану мұражайы. Бұл мұражайда өлкеміздің тарихы, мұражайымыздағы жәдігерлер саны жазылған. Өлкеміздің тарихын дәріптеу жауапкершілікті талап етеді. Өлкеміздің тарихы сонау 1937 жылдан басталады. 1937 жылы 11 сәуірде Прибалқаш-Түрік кентіне Балқаш атауы берілді. Қаланың салуына себепкер болған Қоңырат кеніші. Қоңырат кенішінің геологиялық дәлелдемесін жасаған инженер Михаил Петрович Русаков. Қоңырат кеніші Қазақстан түсті металлургиясының қайнар көзі. Балқаш қаласы мыс эталоны. Балқаш қаласында жылына 150-130 мыңдай тонна мыс өндіріледі. Алдымызда тұрған Балқаш қаласының болашағы атты макеті. Бұл макетте Балқаш қаласының болашағы суреттелген болатын. Алдымызда тұрған көпір болашақта Балқаш қаласы мен Алматы қаласын байланыстыратын көпір. Балқаш қаласына жылына 4 мыңдай адам Балқаш көлінің жағалауында демалады. Балқаш туристік қала. Жыл сайын Балқаш қаласы туристік бағытта дамып келе жатыр. Қорыта айта кеткенде, мұражай қазіргі және бұрынғы материалдық және рухани мәдениетті сақтап насихаттайтын киелі орын. Мұражай жұмысы күннен күнге тың материалдар мен экспонаттармен толықтырып жандана бермек.